Мен үндемей біраз нәрсе айтпағанға сіздер баса берудің де қажет жоқ деп ойлаймын. Енді біраз Тәуіржанның последний видео рилсының астындағы комментарийдің бәрі маған скрин қылып жіберіп жатыр, шыны керек. Енді ол жақта масқара, енді кейбір сөздер хейтердің бәрі сол жақта жүр екен ғой деп ойлап қалдым мен. Енді соның бәріне біртіндеп жауап бергім келіп тұр. Мен анда күліп жүргенге сіздер бүкіл нәрсені басқаша қабылдайсыздар ма білмеймін енді. Бүйтіп жазып жүріпті. Сен Айгүлді байттың, енді сонда өзің қалдың, Айгүлдің несі кетті, ішті жеді кетті деген сияқты. Өзіңіз ойлаңызшы. Просто шетелге алып барғанға 80 миллион теңге кетеді ма? Логично ойланатын болсақ, жоқ, ондай емес. 80 миллион теңге деген үлкен кәдімгідей ақша. Егер де ондай ақша маған кеткен болса, мен ойлаймын, мен үйім болып тұратын еді қазір басында, қазір машина айдап жүрген болатын едім. Сіздер көрдіңіздер ма? Мен машина айдап жүргенді, Тәуіржан маған сол жерде алып берді деген әңгімені. Мен өзім квартирада тұрам. Оның өзім кәдімгідей ай сайын ақшасын төлеп тұрам. Машинам жоқ астында. Былай қарап тұрсаңыздар да, егер де бір сол ақшаның бәрі маған кетті деп айтатын болсақ, егер де ал Дубай мен Анталияға барғанға ондай қомақты ақша кетпейді. И ол жерде Тәуіржан өзінің интересінде болды. Ол өзі соны қалады, ол жаққа алып барды. Мен оны заставить етіп болмаса бір Тәуіржан мен сойға алып баршы деп мен жалынған жоқпын ғой ол жерде. Ол өзі сойға алып барғысы келді, алып барды. Шындығына келетін болсақ, даже Балиге барған кезінде өзім расходымды өзім көтердім. Ол жерде. Бүкіл. Себебі потому что біреу бүйтіп жазып жүріп, Балида ол сенің ақшаңды пайдаланып, сонда өзі бірінші сені тастап кетіп қалды деген сияқты. Балида ол өзім расходымды өзім көтердім. Ол бір нәрсені бір айтпайын десем, бір қойшы, бір болмайтын сондай нәрселерге бір каждый мелочь деп айтпайын, осындай нәрсені көріп бір зачем деп ойланасың, кішкене логично ойлануға болмай ма? 80 миллион теңге Айгүлге кеткен болса, Айгүл қазір осылай өліп, жаңағындай квартирада, арендада, либо машинасыз жүретін бе деген сұрақ қой сіздерге қойылатын. Былай айтайыншы, мен жігіттен ешқашан үлкен бір суммада ақша, либо там үлкен бір суммада там сыйлық алып көрмеппін. Даже мен мысалы Асылжанмен бірге тұрған кезде, ол мен күйеуім болған өзінде, мен оған даже бала туып берген өзінде мен ондай нәрсе алмағанмын одан. Мен өзім расходын өзім жауып үйреніп қалғам. Даже сол кездің өзінде балалардың расходын өзім жабатын. Одан бөлек, мысалы менде қазір бизнес бастап жатқаннан кейін оның өзіне қаншама расход кетіп жатыр да. И үлкен сумма кетіп жатыр. Мен оның бәрін сіздерге нақтылап айтып жатқан жоқпын. Қаншама түнде ауырып қалып, түнмен ұйықтай алмай шығып жатқан кездерім болып жатыр. Мен оның бәрін көрсетіп жатқан жоқпын да. Қойшы, болмайтын нәрсені мен бүкіл өзім негативімді айта бермейін, көрсетпей ақ қояйын деген сияқты нәрсе да менде. Еще қаншама баланы мысалы жалғыз өзім асырап жатырмын. Қасында ер азамат жоқ. Бір қиналған моменттерімді көрсетпеймін. Өзім түнде бір жасым сығып алып жылап аламын да, азанда дальше дым болмағандай жұмыстарын істеп жүре беремін. Маған оның бәрі оңай емес. Балаға няня алу, оның нянясының ақшасы, одан бөлек қаншама үйдің тамағы бар, киімі бар, расход, аренда бар. Оның бәрі кәдімгідей үлкен ақшаны. И мына жақта сіздер былай айтып жатырсың, Айгүл тайрандап жүр, жігіттің ақшасын бәрін құртып деген кезде, мен өзіме бір ол нәрсе ауыр тиеді да. Айгүл, сен өзің қаншама жүкті арқаны бүйтіп тиіп алып жүрсің ғой, баланың расходы, анауына өзінің расходын қаншама деген сияқты. И саған мына жақта Айгүл кайфовать етіп, шиковать етіп жүр, жігіттің ақшасын құртып деген нәрсе мен өзіме ауыр тиеді, потому что өзімнің қалай жүргенімді мен білемін, и қаншама өзім расход кетіріп жатқан, өзім қалай ақша тауып жатқанын бәрін білемін, и сол үшін де маған ауыр тигеннен кейін мен осының бәрін айтып жатырмын. Себебі мен еркектің шотына өмір сүрген қыз емеспін. Және де мен еркектен ешқашан үлкен қаражаттағы сумма, үлкен сыйлық алған емеспін. Мен осы нәрсе сіздерге қалай бар солай айтқым келді. Как будто сіздердің ойларыңызда мен өмір бақи жігіттің шотына ақшаға өмір сүріп, өзі бір рахаттанып, шиковать етіп өмір сүріп жүр деп ойлайсыздар ау деймін. Даже мен сіздерге, мен көбісі айтады, балалармен неменеге сторис салмайсың, балаларды көбірек көрсетсе деген сияқты. Мен даже балаларды қинағым келмейді. Олар сториске шыққысы келмесе, мен оларды қинап, ойбай шық, мен осы арқылы ақша табамын ғой, сендерді көрсетуім керек деген нәрсе жоқ менде. Мен балаларымды пайдаланғым келмейді ол нәрсеге даже. Себебі мен кеше даже бір видеоға балаларымды алып бардым. Осындай видео түсіріп, сол моменттің бәрін ішіне жұтып қаласың да, ал жылағым келіп кетті. Кеше түнде үйге келіп жылап алған болатын мен негізі, потому что обидно да. Қатты. Кеше түнде маған қатты обидно болды. Из-за того, что негізі күліп жүре беремін, осындай моменттер қалып кетеді да ішімде. И кеше түнде үйге келіп жылап алғам, кеше потому что біз бір съемка барып жасау керек болғанбыз. Но ол жерде
балаларым жылап қалды, түспеймін деп қалды. И мен өзімді кішкене кінәлі сезініп қалдым. И мен өзім контентім үшін как будто балаларды қинап жатқан сияқты болдым да. Но мен балалар негізі көбінесе видео түсіретін болсам, күліп жүрген моментінде сол моментті пайдаланып, қазір мен саған мынандай алып беремін, давай видеоға түсейік, қазір саған самокат алып беремін, осындай түсірейікші деп мен олардан сұраймын, рұқсат сұраймын. Любой нәрсенің ақысын балаларға да бергім келіп тұрады, чтобы ертең ол любой нәрсе бесплатно келетінін солайынан түсінбесінші деп ше, олардан да рұқсат сұраймын. Видео түсірсек бола ма? Қазір сендермен анайға барамыз, мен сендерге киндер алып беремін. Любой нәрсенің ақысы бар екенін олар көрсеткім келеді, чтобы ертең оларды басқа адамдар болмайтын нәрсе пайдаланып кетуге болмайтынын, любой нәрсені сұрау бар екенін білдірткім келіп тұрады. Біз негізі бәрі нормально рұқсат сұрап солайынан шыққан болатынбыз видеоға түсуге. Но бірақ сол квартира барып видео түсіретін кезде кәдімгі екеуі жылады, потому что бір жағынан кеш болып тұрды, бір жағынан настроениялар болмай тұрды ма. Сосын жолда жұбататын қасында әкелер болғанда ғой деген менде ой болды. Қазір ер азамат болып, әкелер болып, балам мына жерде қазір былай түсейік деген кезінде олар может басқаша, может маған еркелеп кетті ма, мен мамасы болғаннан кейін маған еркелеп сол жерде еркеліктерін көрсетті ма, білмеймін. Сол кезде маған қатты бір ер азаматтың бір қолдауы қажет болды. Мойындайыншы, кейбіреу маған айтады, Айгүл сен мықтысың, жалғыз жүрсің, сен бәрін спокойно өзің ғана. Мен мықты емеспін. Мен де арасында нәзік болғым келеді, мен де слабый болғым келеді. Ер азаматқа сол кезде ішімдегіні айтқым келеді. Үйге алып келдім, балаларды ұйықтаттым. И өзім жылап қалдым шынымен де. Мә, саған қалай? Сол кезде біреуге айтқым келеді да осы моментті. Мә, мен осындай болды менде деген сияқты. Ішімдегінің бәрін шығарып алдым бір жағынан. Сондай. Кәдімгі эмоцияға беріліп кеттім, осының бәрін айтам деп. Просто іштің жан айқайы да бұл шығып жатырған. Бірақ Тәуіржанға да, конечно, мен рахмет айтам, ол Дубайға алып барды, Анталияға алып барды, оның бәрі бір қолдау берді ол маған. И мен оның Тәуіржанның жоқ кезінде де қасында мен бола алдым. И мен оның бір ақшасына да қарамай, маған ол қызық емес, Тәуіржан ақшасы бар ма, жоқ па. Просто мен оны кәдімгі адам ретінде сыйлаймын, адам ретінде жақсы көремін. И сол үшін мен оны құрметтеймін. Сол үшін де екеуміз әлі дос болып жүрміз. Болды, соңғы сөзім осы.